Сәлематсыздар ма, әріптестер? Сәлематсыздар ма, оқушылар? Бүгінгі ашық сабағымызды бастайық. Ашық сабақты, яғни 11-ші сынып түлектермен өткізуді жөн көрдік. Алматы қаласы Медеу ауданы Шоқан Уәлиханов атындағы нөмір 12-ші мамандырылған гимназияның география пәнінің мұғалімі Алимбай Салтанат Серікбайқызы. Бүгінгі тақырыбымыз бренд менеджмент, тауарлар мен қызметтерді танымал ету шарты. Ұзақ мерзімді жоспар бойынша сабақтың мақсаты Қазақстан аймақтарын экономикалық тұрғыда да жөнінде стратегияларын жобалауларын ұсыну. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты Қазақстан өнімдерінің танымалдылығын арттыру. Яғни балалар өздерінің болашақ өнімдерін мен қызметтерінің брендін құруды үйренесіздер. Осы тақырып бойынша сіздерге ақпарат көздерінен де және оқулықтағы мәтінді пайдалана отырып ізденуге берілген сабақ. Бұл яғни аралас сабақ, шығармашылық ізденісте болатын тақырыпты ашады ғой деп ойлаймын сіздерді. Яғни бренд менеджмент, брендинг немесе бренд менеджмент компанияның сауда маркасын тұтынушыға әсер ететінін бақылауға септігін тигізетінін, нарыққа марканы қабылдауға, имиджін басқаруға көмектесетін үдеріс екенін білеміз. Бренд менеджменттің негізгі мақсаты сауда маркасының құндылығын арттыру, күшті және тұрақты бренд құру. Осы тақырып төңірегінде ойларыңызды ортаға салып, алған білімдеріңізді, ізденген мәліметтеріңізді жақсылап жеткізеді деген ойдамын. Ол үшін сіздерге мынандай талап қойылады, балалар. Уақытты ұтымды пайдалана отырып, өз пікірлеріңізді, ойларыңызды толық және ашық жеткізе біліңіздер. Олай болса, сөз кезегі сіздерде. Балалар, сөзді бастаймыз. Барлықтарыңызға сәлеметсіздер ме? Бүгін мен Procter & Gamble және де Neil McAylor туралы қысқаша шолу өткізетін боламын. Бренд менеджмент термині алғаш рет 1931 жылы пайда болған. Ол кезде Procter & Gamble қызметкері Neil McAylor өзінің қызметтік жобасында жаңа лауазымды құруды ұсынған болатын. Procter & Gamble дегеніміз ол американдық мультиұлттық тұтынушы тауарларын шығаратын компания болып табылады. Оның штаб-пәтері ақш-та орналасқан. Компания үй жануарлары және үй жануарлардың қорегі, тазалаушы жуғыш заттар мен гигиена тауарларын өндірумен айналысады. Neil брендті басқаруды алғашқы жүйесін жасаушы болып саналған. Сонымен қатар ол компанияда жаңа лауазым бренд-мен енгізген болатын. Және де ол өзі кейіннен Procter & Gamble компаниясының басшысы болған. Және де ол 1957-1959 жылдар аралығында ақш қорғаныс министрі болған. Өте жақсы, Ружан. Сәлеметсіздер ме барлығына? Мен бүгін қазіргі таңда ең танымал брендтердің бірі Apple компаниясы жайлы айтатын боламын. Apple компаниясының негізін қалаған Стив Джобс. Ол 1955 жылы 24 ақпан күні Калифорния штатында Маунтин Бью қаласында дүниеге келген болатын. Мектеп кезінде Стив электроникаға қызығушылық танытқан болатын. Және де мектеп партасында ол өзінің досы Стив Вознякпен танысқан болатын. Ол екі дос бастапқыда жергілікті телефондардың қызметін көрсетуші компанияның алдайтын құрал ойлап тапқан болатын. Және де бұл біраз жылдардан кейін Стив бұны табыс көзі деп танып, одан
ақша табуға бел буды. 1976 жылы Стив Джобс өзінің мектептен бергі досы Стив Вознякпен бірге Apple компаниясын құрған болатын. Компания өзі құрастырған компьютерлерді сатумен айналысқан. Apple компаниясының жаңа туындылары негізінен Стив Возняк дайындаған болса, ал Стив Джобс маркетинг қызметін атқарған болатын. Стив Джобс пен Стив Возняк дайындаған алғашқы компьютер ол Apple 1 болған болатын. Және де Apple 1-дің бағасы $666 66 теңге болатын. Apple 1 және одан кейін шыққан Apple 2 құрастырушылардың біраз абыройын көтерген болатын. Және де осы Apple 1 және Apple 2 телефондары арқылы ол мультимиллионер атанған болатын. Және де Стив Джобс ақш тарихында табысты компаниялардың бірін құрып қана қоймай, ол және де Microsoft компаниясын озып өтіп, ерекше тұлға болған болатын. Және де Apple компаниясы негізінен өзінің жаңа ноутбуктары, iPhone смартфондары және iPad планшеттері арқылы өте танымал болып келеді қазіргі таңда. Өте жақсы, Аружан. Сәлеметсіздер ме? Мен осы бренд менеджмент туралы ұғымдарды айтып кетуді жөн көрдім. Бренд менеджмент дегеніміз ол маңызды стратегиялық активтерді, маркаларды басқарады. Олар бүкіл компанияның таза активтеріне қарағанда бағасы жоғары болуы мүмкін болып келеді. Ал брендинг өнім туралы тұрақты жақсы көзқарастарды қалыптастыру дегеніміз ол клиенттерді өзіне тарта білу және нарықтағы ол тауарларды ажырата білуіне тікелей жағдай жасау. Ал оңтайлы ойластырылған бренд саясаты ол тауар мен көрсетілген қызмет түрін жылжытудың және табыстың тұрақты көзі болып табылады. Жеке бренд өз кезегінде өндірушінің танымал болуына үлкен ықпалын тигізеді. Жақсы, Сержан. Өте жақсы. Бренд танымалдығының факторлары. Тұтынушы құндылықтары. Адамдар өміріне әсер ету. Есіңізде болсын, сіз не істесеңіз де, сіз өзіңіз үшін емес, тұтынушы үшін істеп жатырсыз. Оларға пайда, сенім мен одан да жақсара алатындығы үміт беріңіз. Бұл өз кезегінде естеліктер туғызатын тәжірибе жасайды. Компания беделі. Бренд бұл компанияның және оның өнімдерін ерекше сипаттамаларын бейнелейтін имиджі, сонымен қатар бәсекелестерден ерекшелену және мақсатты аудиторияның адалдығын қамтамасыз ету тәсілі. Дәл осы бейне жоғары сатылымды және брендтің өнімдеріне деген сенімділікті қамтамасыз ететін маңызды материалдық құндылық болып табылады. Бренд үшін артық төленіз деген сөз жайдан жай айтылмаған. Алдымен компания бренд үшін жұмыс істесе, содан кейін бренд компания үшін жұмыс істейді. Бәсекелестерден тауардың артықшылығын көрсете білу. Қандай бір қайнар көзді қолдансаңыз да, нәтиже әрдайым кәсіпорын тұрақты бәсекелі мәнді, нақты бәсекелестік артықшылығын құруда көрінеді. Оны сақталуы компания қызметін үнемі жетілдіру жағдайында мүмкіндік болады. Және бұл қымбат және ұзақ уақытты қажетін процесс болғанымен, нарықтағы бизнестің сәттілігін қамтамасыз етіп отырып, барлық инвестицияларды ақтайды. Өте жақсы, Жансая. Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін жеке брендтің мүмкіндігі туралы ақпараттар ізденіп келдім. Егер сіз компанияның немесе тауардың табысын көтергіңіз келсе, біріншіден сізге сауда маркасының танылуы, екіншіден өнім мен қызметтер құнын ұлғайту, үшіншіден тұтынушылар алдында беделін көтеру. Осының барлығын қоса келе, сіз компанияның немесе тауардың табысын көтере аласыз. Мысалы, біріншіден мен айтып кеткендей, сауда маркасын танылу. Егер сіз өзіңіздің табысыңыз көтерілгіңіз келсе, ең танымал маркадан тауар алған жөн. Мысалы, қазіргі таңда ең мықты брендтің бірі Nike компаниясының Jordan кроссовкалары 2021 жылғы тренд деп айтса болады. Соны алып, екіншіден, өзіңіздің тауарыңыз өнім мен қызметтер құнын ұлғайту. Тауарыңыздың құнын да дұрыс қоюыңыз керек. Үшіншіден, қазіргі 21 ғасыр
ол техниканың дамыған заманы болса, қазіргі таңда ғаламтор жүйесінде егер сіз өзіңіздің товарыңыздың беделіңіз көтергіңіз келсе, блогер немесе әнші, танымал адамдарға өзіңіздің тауарыңыз беру арқылы, олар өздерінің Instagram, WhatsApp, Twitter, YouTube желілері арқылы жарнамаласа, сіз сонда беделін көтересіз. Осының барлығын қосқан кезде сіздің тауарыңыздың табысы жақсы болады. Өте жақсы, Айым. Брендті басқару келесі негізгі элементтерден тұрады. Әрине, ол деген брендтің басқару негізгі элементі, ол деген осы брендтің деген идеясын әзірлеу, жылжыту стратегиясын қалыптастыру. Өйткені біз деген брендті танымал қылдырмау үшін, біз оны деген бренд деген қалай ары қарай дамиды. Сол үшін біз деген өзіміздің бірінші мықты стратегиямыз болу керек. Екінші, ол деген басқа бір брендпен тауарлар өндіру. Оны коллаборация деп атаймыз. Мысалы, мен деген Supreme мен Louis Vuitton екі брендті алдым. Екі брендті де люкс брендіне жатады. Және осы екі брендтің коллаборациясының бағасы өзінің товарларынан 2-3 есе қымбатырақ болып сатылды. Сондықтан да ол деген осы коллаборация, ол деген екі брендке де өте артықшылықтары көп болып саналды. Және де ең соңғысы деген тұтынушылардың пікірлері. Тұтынушылардың пікірлері ол деген осы брендтің ең маңызды элементі болып саналады. Өйткені адам брендті сата алмас бұрын, ол деген басқа адамдардың пікірлерін қарап, өзіне қолайлы бір брендті таңдайды. Сондықтан тұтынушылардың пікірлері өте маңызды болып саналады. Өте жақсы, Айсәуле, өте жақсы, сенгенсің. Сіздерге Apple компаниясы туралы бірнеше мәліметтермен бөліскім келіп отыр. Apple компаниясы ол әлемдегі ең ірі технологиялық компаниялардың бірі болып саналады. Ол электрониканы өндіреді және де сатады. Оған ноутбуктер, телефондар, теледидарлар және де тағы да басқаны жатқызуға болады. Apple компаниясын Стив Джобс пен Стив Возняк 1976 жылы сәуірде құрған болатын. Ол қазіргі таңда әлемдегі ең танымал трансұлттық корпорациялардың бірі болып саналады. Apple-дың барлық бренді ол бірегейлікті қолдау үшін болып саналады. Ол өнімнің ерекше атаулары бар. Ол iPhone, iPad, iMac және де тағы да басқа. Apple сауда маркасын қарапайым сөзбен де сипаттауымызға болады. Ол жұмыс істейтін тамаша дизайн. Apple компаниясының тауарды таныстыруы және де компания жариялайтын бейнероликтерінің өзі өте ерекше болып келеді. Олар клиентпен ашық байланыс орнатады және де өнім туралы керемет ой қалдырады. Егер де біздің көзімізді байлап, Apple кеңсесіне барса, және де таңғышты алып тастаса, біздің көз алдымызға ашық дисплейлер, жып-жылтыр корпустер және де стильді гаджеттерді көрсек болады. Және де Apple компанияны клиенттер бірнеше себептермен таңдайды. Олар адамдар техника нарығындағы ең заманауи және де ең жақсысын қалайды. Және де компания тіпті қаптамаларға да мұқият мән береді. Олар ашылады және олардың иісі өте керемет болады. Apple-ды олар кез келген тауарды осы үлгіде пайдаланған. Олар клиенттер осы көзқарасты ұзақ жылдар бойы қалыптасып келеді. Және де Counterpoint сарапшылардың зерттеуі бойынша Apple 2017 жылы телефон сатылымы нарығының 10%-нен астамын иеленген болатын. Және де қалған компанияларда бізде құлдырау байқалса, ал Apple компаниясында керісінше өрлеу байқалады. Келесі ол брендинг элементтері. Брендинг элементтері үш нәрседен тұрады. Ол бірінші визуалды, вербалды және мінез құлықтық. Визуалды дегеніміз біз көре алатын нәрсенің барлығы жатады. Оған логотиптің түсі, пішіні және қарпы жатады. Логотип екінші ол вербалды дегеніміз біз ести алатынның барлығы жатады. Мысалы, оған брендтің ұраны, атауы, брендтің тарихы, аңызы және бағасы жатады. Үшінші мінез құлықтық. Оған біз сезіне алатын нәрсенің барлығы. Мысалы, оған тұтынушыға қарым-қатынасы, қоғамдағы белсенділігі,
әлеуметтік белсенділік жатады. Мысалға біз алысқа кетпей осы Қазақстандағы этнокафе жайлауды алайық. Бұның визуалды элементіне оның логотипі жатады. Логотипі дөңгелек пішінді және ішінде қазақша оюлар салынған. Бұл адамның көзіне бірден түсетін нәрсе. Екінші ол вербальды. Вербальдыға атауы жатады. Этно деген сөздің өзі адамға бір таныс емес сөз болып естілгендіктен адам бірден соған көңілін аударады. Үшінші мінез құлықтық. Мінез құлықтыққа ол тұтынушыға қарым қатынасы. Жайлауда өздеріңіз болып көрсеңіздер, адамды бір жақсы шыраймен қарсы алады, және де жайлаудың іші өз ұлттық нысана жасалған. Тіпті даяшылардың өздері басына тақия киіп жүреді. Бұның барлығы тұтынушыға қарым қатынасын көрсетеді. Және де қоғамдағы белсенділігі. Жайлау кафесіне кірсеңіздер, ішінде көптеген шетелдік азаматтар толып жүреді. Бұл дегеніміз қоғамдағы белсенділігі өте зор екенін білдіреді. Әлеуметтік белсенділігіне ол, мысалы, мен Instagram желі парақшасын да отырған кезде этнокафе жайлаудың рекламасын жиі көремін. Бұның барлығы мінез құлықтық элементіне жатады. Тек логотиптің суретін салып, бұл менің брендім деп айту қате болады. Логотип дизайны брендтің бір бөлігі ғана, және өте аз мәлімет. Дегенмен логотип өнім сату мен қызмет түрін орын алудағы маңызды орын алады. Логотип түсін таңдағанда компанияның даралығы қандай түс көрсететіні маңызды. Мысалы, егер сенің компанияң ойын сауығымен айналысса, саған жарқын және сары немесе қызғылт сары түс керек. Логотипті әлемнің үздік брендтерінің логотиптері туралы статистика өте қызықты. Әзірлеу кезінде ескерілуі қажет негізгі мәселелер 18-ші диаграммада көрсетілген. Ал 18-ші диаграммаға қарасақ, бұл жерде үздік 100 әлемдік брендтің түстері көрсетілген. Компанияның көбінесе қандай түсті таңдайды деген сұрағына 33% көк, 29% қызыл түсті, ал 28% қара немесе ақшыл қара түсті таңдаған. Ең аз көрсеткіш ол 10% сары немесе алтын түстес. Түстердің саны 95%, 5% екі түстен артық таңдамайды, пайдаланады. 41% тек мәтінде қолданылады. 9% компанияның атауын көрсетпейді. Мен бүгін бренд атауы туралы айтып кеткім келіп отыр. Бренд атауы бұл брендингтің негізгі элементі. Бренд атауының негізгі критерийлері бар. Ол қарапайымдылығы, интрига, еркін домен атауы, қайталанбау және есте сақталуы. Бренд атауы бұл брендті құрғанда шешуші рөл атқарады. Бренд атауы бұл белгілі бір өнімге, немесе қызметке өндіруші, немесе ұйым қолынан атау болып табылады. Бренд атауы әдетте бас әріптермен жазылады. Соңғы жылдары бекапитализацияланған атаулар танымал болып келе жатыр. Бренд атауы бұл тауарлық белгі ретінде пайдаланылуы және қорғалуы мүмкін. Бренд атауы брендтің ниетін ашады деп Кафферер 2000 жылы өз оймен бөліскен болатын. Және бұл сәйкестендірудің негізгі қуатты көзі және өнімнің болжалды бейнесін бәсекелестікке қоюға және брендті мақсатты аудиторияның санасына қоюға көмектеседі. Логотиптің формасы адамдарға психологиялық тұрғыда әсер етеді. Сондықтан да логотипті таңдау өте маңызды рөл атқарады. Белгілі бір формалар арқылы қажетті сезімдер мен эмоциялар тудыруға болады. Мысалға алатын болсақ, квадрат ол қалыпты, тұрақтылықты, үшбұрыш, күш, білімді бейнелейді. Логотиптің қажетті түрі қалай таңдауға болады? Ол LOX суретінде негізгі логотиптердің формалар көрсетілген. Өндіріс немесе көрсету ерекшеліктеріне байланысты олардың ішінен лайықтысын таңдауға болады. Логотип жасау құралдары. Логотипті жасау үшін логотипті үш жолмен жасауға болады. Бірінші ол графикалық бағдарлама. Ең мысалға PD Photoshop'ты сіз істеген кезде сіз суреттерді, мәтіндерді өзгертуге, түрлендіруге, сақтауға арналған ең танымал графикалық бағдарлама болып табылады. Екінші жол ол логотип. Екінші жолмен сіз Zillion дизайнге кірген кезде сіз өз логотиптерін жасамайсыз. Сіз өз қандай логотипті алған келіңіз, сіз логотип конкурсын ашасыз. Өз логотиптің сипаттамаларын жасасыз, содан кейін осы бағдарламаның дизайнерлері сізге логотиптерді береді. Содан кейін сіз осы логотиптерді қандай сізге ұнаған оны алып, өзіне ала бересіз.
Үшінші жол ол онлайн құралдар немесе осыған ұқсас бағдарламалар. Ол онлайн құралдарға мысалы тегін логотипте қарапайым қысқа уақыт ішінде логотипті жасау үшін мәтінді, графиканы, түстерді және алдын ала анықтаған эффектілерді араластыруға мүмкіндік беретін қарапайым онлайн редактор болып табылады. Жақсы балалар, өте жақсы. Енді келесі бұл жеке тапсырма бойынша тақырыпты аша білдіңіздер, іздендіңіздер, өз ойларыңызды жақсы жеткіздіңіздер. Енді келесі тапсырма бұл топтық тапсырма. Қазір тақтаға 3 сұрақ шығады. Сол 3 сұраққа өздеріңізді мен топқа бөлгенмін жеке. Сол бойынша 3 сұраққа ойларыңызды ізденіп, осы кезде жауап бересіздер сұрақ бойынша. Бірінші тапсырма. Қазақстандық тауарлар мен қызмет түрлерін танымал бренд менеджменттің қажеттігін негіздейсіздер. Екінші топқа қазақстандық тауарлар мен қызмет түрлерін танымал ету ететін сыртқы және ішкі факторларды атап негіздейсіздер. Үшінші, ұлттық құндылықтарды брендке айналдыра аламыз ба? Өз идеяларыңызды ұсынасыздар. Бірінші топ. Біз Қазақстан тауарлары мен қызмет түрлерін танымал етуге бренд менеджмент қажеттілігін негіздеңдер деген тапсырманы көргенде бірденен есімізге Қазақстанның әйгілі брендтерінің бірі Қазақ Репаблик есімізге түсті. Және де ол жайлы Алихан айтып кетсе. Біздің топтың аты Қазақ Репаблик. Қазақ Репаблик ол қазақтың киімдерін заманауи талапқа сай өзгертіп, халыққа ұсынады. Қазақ Репаблик қазақтың ою-өрнектері, ұлы ақындарымыздың сөздерін қолдана отырып, қазіргі заманға сай худи, свитшот, сөмке, толстовка секілді тағы да басқа өнімдерді шығарады. Бұл бренд басқа елдердің Қазақстанға деген қызығушылығын арттырады. Біздің логотип. Жақсы, өте. Енді бірінші тапсырма. Бренд менеджменттің мақсаты ол брендті құндылығын арттыру. Бүгінде басқару құралы болып саналмайды. Ол тұтас бір ғылым ретінде саналады. Қазақстандағы тауарларды танымал ететін бастысы ол баға мен сапа болып табылады. Және де біздің Қазақстанда тауарлардың сапасы жоғары. Себебі басқа мемлекеттерге қарағанда, мысалы Қытай елінде өздеріңіз білетіндей сапасы өте төмен болып саналады. Ал олар өз мемлекеттерінен басқа да мемлекеттерге өздерінің тауарларын экспорттау сыртқа шығарғандықтан, және тауарлардың саны көп болғандықтан, олардың сапасы көбіне төмен болып саналады. Екінші тапсырма қазақстандық тауарлар мен қызмет түрлерін танымал етуге ықпал ететін сыртқы және ішкі факторларды атаңыздар. Қазіргі таңда қымыз, саумал, шұбат секілді ұлттық сусындарды сатылымнан өте сирек көреміз. Себебі оларға деген сұраныс өте аз. Неге? Себебі сырттан әкелген тиімді, сақтау мерзімі ұзақ, қораптар әдемі деген жауаптарды естиміз. Яғни мал бағудың қажеті жоқ. Бір орында отырып, интернет арқылы тапсырыс беруге, өнім алуға құштармыз. Бұл көпке бармайды. Болашақта аз қолыңмен еңбек етпесең, елімізде дамымайды. Ата кәсіпті өскелең ұрпаққа дәріптеу қажет. Өсіп келе жатқан жас буынның дені сау болу үшін дәруменге бай өнімді тұтынып, қазақ халқының ұлттық сусынын дәріптеу керекпіз. Ал бұл ішкі факторға жатады. Сыртқы факторға тоқталатын болсақ, біздің өнімнің басқа мемлекеттерде де сұранысы өте көп болу үшін біз 3 тілді мәзір дайындауымыз керек. Ол қазақ, орыс, ағылшын. Және де еліміздің компанияларының өте күшті қолдау қажет. Сонда ғана біз сыртқы мемлекеттерге өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды көрсете аламыз. Қымыз сапалы тамақ өнімі ғана емес, сондай-ақ шипалы сусын деп те есептеледі. Халық арасында қымыздық, көңіл-күй сергектігі және ұзақ жасау сусыны деп теке атамаған. Халық медицинасында ата-бабаларымыз емдік сусын ретінде қымызды асқазан, өкпе, ішек ауруларына пайдаланып келген. Ешқандай сусын қымызбен тең келе алмайды. Құрамында дәрумендер, майлар, белоктар бар. Ол талай ауруларды емдеп қана қоймайды, олардың алдын да алады.
өте жақсы. Біздің тақырып Абылай қызмет түрлерінің танымал ететін сыртқы және ішкі факторларды жақсы атадыңыздар. Келесі. Ұлттық құндылықтарды брендке айналдыра аламыз ба? Иә, айналдыра аламыз және айналдырып та отырмыз. Алдымен құндылық деген не екенін біліп алсақ, өз тарихын терең ұғынып, ұлттық құндылықтарын шын бағалай білетін халықтың ғана болашағы мәңгі болмақ. Бүгінгі алпауыт жаһандану дәуірінде кез келген ұлтты сақтап қалатын дүниелер сол ұлттың төл тарихы, мәдениеті және тілі екені анық. Бұл жөнінде елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Ұлы даланың жеті қыры атты бағдарламалық мақаласында кеңістік барлық нәрсенің, ал уақыт бүкіл оқиғаның өлшемі. Уақыт пен кеңістікті көкжиегі тоғысқан кезде ұлт тарихы басталады деген болатын. Мен құндылық сөзіне тоқталып кететін болсам, бұл құнды сөзінен шыққан. Құнды деп танитын дүниелер біздің өмірімізде өте көп. Алайда қазір адамдар осы құнды дүниелерге көбірек материал заттарды жатқызуға осы кезеңге аяқ басты. Және мен Ая Шалқарын төрткөз көрпе туралы айтқым келіп отыр. Бұл жоба, бұл қазақтың дәстүрлі құрақ көрпе техникасында жасалған тоқыма бұйымдарының жиынтығы. Бұл жинақты жасауға суретшінің әжесі ол кәсіби тігінші көмектескен болатын. Және төрткөз көрпе бұл жай ғана өнім емес. Бұл дизайн мен көркемдікті, практикалық пен символиканы біріктіретін арт-объект. Және бұл жоба өте ауқымды және сапалы. Мысалы, теңіздің ар жағындағы үлкен жетілік құрамына кіретін алпауыт елдердің осы Лос-Анджелес қаласынан басталып, Қазақстан Республикасының мәдениет астанасы Алматы қаласына дейін сатылып жатыр. Қазіргі кезде осы Қазақстанның модельдері, блогерлері осы жобаға қызығушылық танытып, фотосессиялар ұйымдастыруда. Соңғы айтарым, бұл бізбен көршілес және ТМД құрамына кіретін Қырғызстан елі бұл жоба туралы өз пікірлерін қалдырып, болашақта бірлесіп жұмыс жасауға ұсыныс жасап отыр. Аружан деген осы бізге көрпе туралы кететін болса, мен деген осы Қазақстандағы ұлттық бұйымдар туралы айтып кетсем. Ол біріншісі Отан Watch деген біздің осы отандық сағат. Оның негізін қалаушы Арман Тусканбаев. Ең бірінші ол Қытай еліндегі Пекин қаласындағы 2017 жылы осы Қазақстанның тауарлары туралы жәрмеңке болған кезде сағатта негізі осы біздің еліміздің елтаңбасы бейнеленген болатын. Сол сағатты сол жерде ол деген 1 миллион теңгеге сатып, біздің Қазақстанда оны адамдар сатып алатындай қылдырып, осы елімізде сатқан болатын. Және де осы президент деген коллекциясы 1 желтоқсан осы біздің деген тұңғыш президентіміздің тұңғыш президент күніне қарай 1 желтоқсан 2016 жылы осы Назарбаевтың біздің Нұрсұлтан Назарбаевтың қолына тағып кеткен болатын. Ол президент коллекциясы. Өте жақсы балалар. Яғни өз еліміздегі шығып жатқан тауарларды танымал ету үшін әрине ақпарат көздерінде жарнамалар болу керек дедік. Осы ақпарат көзімен жақсы жұмыс істегендеріңіз байқалып отыр, ізденгендеріңіз, кейбір мәліметтерді сіздерден мен алып отырмын. Өте жақсы балалар. Мынау дүниежүзілік картасына, кескін картасында әлем бренд компанияларының елдері бойынша орналастыруларымызға сұрар едім бойынша. Бірақ енді оны үйге берерін тапсырмасын, попс формуласы бойынша талдау жасайық. Өз ойларымызды білдіресіздер ғой деген ойдамын. Мен айтсам болады ма? Менің ойымша. Айым. Менің ойымша бүгінгі сабақ өте пайдалы және тиімді өтті деп ойлаймын. Себебі біз басқа өзіміздің кітапта берілген Apple компаниясының бөлек Қазақстанның жеке брендтері туралы біліп, бір-бірімізбен мәлімет ауыстық деп ойлаймын. Өйткені сабақ барысында біз бір-бірімізді тыңдай арқылы
брендтердің тарихымен танысып, және де өзіміздің ұлттық брендтерімізді тани білдік. Мысалы, мен айтайын. Жақсы. Мысалы, біз деген осы сабақта біз деген брендтің не екенін, брендтің фактылары, брендтің негізгі элементтері қандай, осы біздің деген отандық брендтің бар екенін, ол деген мысалы бұйымдар және тағы да басқа бізде ізденіп, осы брендті деген бүкіл қырынан таныдық деп ойлаймын. Өте жақсы. Қорытындылай келе, осы шетел брендтерімен өзіміздің отандық брендтердің арасындағы айырмашылықты сезініп, өзіміздегі брендтерді ары қарай дамытудың және де ары қарай өркендеудің амалын іздеп, көптеген мағлұмат алысып, бір-бірімізден көптеген айырмашылықты сезіндік деп ойлаймын. Өте жақсы балалар. Міне кері байланысқа шығып, өз ойларыңызды, яғни осы сабақтан алған әсерлеріңізді жақсы жеткізе білдіңіздер. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, біз сіздерге міне қорытындылай келе, бүгінгі сабақта бренд элементімен таныстыңыздар. Өзіңдер тек қана танысып, ізденіп қана қоймай, бір-біріңізге ақпарат көздерінен алмастыңыздар. Өте жақсы. Енді мен сіздерді қалыптастырушы бағалау бойынша Шоқан Уәлиханов атындағы нөмір 12-ші мамандандырылған гимназияның биылғы ұшайын деп отқан түлектер. Сіздер осы мектебіміздің, яғни атын әр уақытта жоғары ұстайтын бренд түлектері болыңыздар деген оймен осы эмблеманы сіздерге табыстағым келіп отыр. Жарайсыздар балалар. Осындай енді үйге тапсырма, суреттегі қызғалдақ, апорт алмасы, жылқы, яғни ерекше осы 3 көріп отқан суретпен Қазақстанмен байланысы және жылқы осы 3 зат бренд бола алама деген жоба жасап келулеріңізді сұраймын. Жақсы балалар.